Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі тақырыбымыз энергетикалық деңгейлер. Бұл бізде 8-ші сыныптың 2-ші сабағы. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты электрондық қабат белгілі бір электрондардың сыйымдылығы екенін түсіну керек, және период топ бойынша элементтердің қасиетінің өзгеруін анықтай алуымыз керек. Осыған сәйкес бағалау критерийлерінде біз орындауымыз керек. Енді энергетикалық деңгейде болатын электрондар мына жерде n тең 2n2 формуласымен анықталады. n дегеніміз бұл деңгейдің жаңағы 1, 2, 3, 4 деп тұр ғой, деңгейдің номерін көрсетеді. Деңгей дегеніміз бұл бізде периодтар. Бізде 7 период бар. Сол 7 периодтағы электрондарды мына жерде формуламен анықтап тұр. Яғни бірінші деңгейде 2 электрон бар, екінші деңгейде 8 бар, үшінші деңгейде 18 бар, төртінші деңгейде 32 бар екенін. Так, ары қарай енді мына жерде мысалмен көрсетілген энергетикалық деңгейде болатын электрондар. Мысалы, екінші энергетикалық деңгейде Г электрондардың жаңағы таралуын көрсеткен деңгейде. Литийде 3 электрон болса, оны қалай бөліп жазған? Бірінші деңгейіне 2 электрон, екінші деңгейіне 1 электрон деп жазған. Және мынау сыртқы қабатындағы электрон саны 1 деп тұрған. Бұл топ нөміріне де сәйкес келеді. Қарап отырсаңдар, беріледі солай екінші топта орналасқан. Ішкі қабатына 2 электрон, сыртқы қабатына 2 электрон, барлығы 4 электрон. Мінекей барлық екінші қабаттағы электрондарда 2 мынандай шеңбер жазылады. Бұл энергетикалық деңгейлерді көрсетеді. Екінші топты бізде неон аяқтайды. 2 және 8-бен, яғни барлығы 10 электрон неонда. Екінші деңгейде міне 8 электрон. Бірінші деңгейден 2 электрон, барлығында бірдей жазылады. Себебі бұлар бірінші деңгейден өтіп тұр. Бұларды екінші деңгей басталып тұр, сондықтан осылай 10 электронмен аяқталады. Екінші деңгей бізде 8 электронмен аяқталады. Деңгейлерді біз нүктелер арқылы шеңбердің бойында белгілейміз. Келесі үшінші периодта бізде мінекей элементтер орналасқан. Осы үшінші периодтағы элементтердің деңгейге бөлініп жазуын уже күрделірек қарайық. Мысалы, натрийда 11 электрон. 11 электронда бірінші деңгейінде 2 электрон, екінші деңгейінде 8 электрон, үшінші деңгейінде 1 электрон. Бұл да бірінші топтың элементі, сондықтан сыртқы қабатын электрон саны 1-ге тең болады. Дәл солай магнийдікі, алюминий, кремний, күкірт, хлор, аргон аяқтайды. Аргонды қарап отырсаңдар, аргонда барлығы 18 электрон. Ол 18 электрон 2, 8, 8 деп жазылады екен. Жазылу несін бәрін қараңдар. Ары қарай энергетикалық деңгейде болатын электрондарды біз период нөмірімен жаңағы сәйкестендіреміз. Мысалы, міне бірінші периодта 2 элемент бар деген сияқты, екінші периодта 8 электрон орналасады, үшіншіде 8 электрон деп осылай жаңағыдай қараймыз деңгей бойынша. Топ нөмірлерде сәйкес келеді. Бізде бірінші топ сілтілік металдар бастайды, инертті газдар 8-ші топта аяқтайды. Бұл периодтық жүйеде қойылған барлық элементтердің жаңағы қасиеттеріне сәйкес атомдық массалардың өсу реті бойынша периодты заңға бағына отырып жасалынған. Енді сендерге осы айтылған тақырып бойынша оқу мақсатына сәйкес біз энергетикалық деңгейлердің жаңағы несін оқып шықтық. Жаңағы қанша электрон, қанша не болатынын сандарын. Енді мына жерде сәйкестендіріп көрейік. Қане өздерін сәйкестендіріңдер. Бірінші деңгейде, екінші деңгейде, үшінші деңгейде қанша болады? Ал енді оны тексерейік. Неге? Бірінші деңгейде 2, екінші деңгейде 8, үшінші деңгейде бізде 18 электрон бар. Келесі бекіту тапсырмасы дұрыс, бұрыс жауабы. Неге? Бір периодта орналасқан элементтердің энергетикалық саны бірдей бола ма? Ал ойластырыңдар, жаңа ғана айттық біз, сыртқы қабаттағы электрон саны элементтің реттік нөміріне тең бола ма? Натрий, магний, алюминий қатарында солдан оңға қарай атомдардың сыртқы қабатының электрон саны азаяды дейді. Азая ма,
көбейе ме екен, дұрыс па бұрыс па екен. Қараймыз. Литий, натрий, калий атомдарының сыртқы қабатындағы электрон сандары бірдей бола ма? Есімізге түсіреміз. Және соңғы натрий, магний, алюминий атомдарында энергетикалық деңгей саны әртүрлі дейді. Бұлар қай қатарда орналасқан? Периодтық жүйеден қарап, мына жерде дұрыс-бұрыстығын анықтаймыз. Енді тексерейік. Неге? Біріншісі дұрыс, екіншісі дұрыс емес дейді, үшіншісі де дұрыс емес дейді. Үшінші, төртінші, бесіншісі дұрыс дейді. Дұрыс және бұрыс деп тұр. Так, ары қарай келесі. Сонымен біз бүгін сабағымызды аяқтап қорытындылайық. Яғни біз бүгін нені білдік? Біз бүгін электрон қабаттағы электрон сандардың сыйымдылығын білдік және период топ бойынша қасиеттерінің қалай өзгеретінін сипаттай алатынын білдік. Сонымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Қатысқандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.